қазір біз мақтанамыз қазақтардың саны көбейді деп, бірақ қазақтардың саны көбейгенмен бізде ол қазақтардың сапасы қалай деген мәселе тұр да. Ал сапа деген нәрсе ол оқитын ұлт болған кезде ғана болады. Қайырлы күн Айжүр подкастының тыңдармандары және көрермендері. Бүгінгі біздің шығарылымда қонақта Республикалық балалар мен жасөспірімдер газеті Ұлан газетінің бас редакторы Жадыра Нармаханова апайымыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша, бүгін күшті болып тұр, ауа райы жаңбыр әдемі жауып тұр. Алматыға көктемнің әдемі бір әсері сезіліп тұр. Көктеп, гүлдеп, әдемдеп Алматы жаңбырымен. Келген көктеммен қатар құлпырып келіп қалдыңыз қонаққа. Рахмет. Алғашқы енді осы подкастымызды бірден сұрақтан бастап кетсек деп отырмын. Енді мені осы жалпы журналистикаға қадам басқанда Ұлан арқылы келдім бұл салаға. Ал сіз осы салаға, журналистикаға қалай келдіңіз? Мен журналистикаға жалпы шын айтайын, мен Ұлан арқылы келдім деп өтірік айтпай қояйын. Себебі мен кішкентай кезімде бірақ үнемі газет, журнал, кітапты көп оқыдым. Өйткені әкем солай баулыды. Себебі әкем қойшы болғандықтан өзінің көзі нашар көретін. Бірақ әкем үнемі маған газет, журнал оқып бер, кітап оқып бер деп, дауыстап оқып бер деп айтып тұратын. Сол әкеме газет, журнал оқу арқылы өзім кәдімгідей журналистикаға қызыға бастадым. Сосын әкем мені дауыстап оқыған кезде, ой, менің қызым ертең диктор болады, менің қызым керемет деп айтып отырады. Сосын мен ойлаймын, шынымен керемет екен ғой, мен журналист болсам болады екен ғой деген ой болды. Бірақ бала кезімде негізінен аудандық газетке ғана жаздым. Аудандық біздің де Түркістан Ұланы деген газет болатын. Осы Ұлан газетінің бір баламасы секілді балаларға арналған Түркістан Ұлан деген газетке жазып тұратынмын оқушы кезде. Бірақ үлкен газеттерге жазу, республикалық газеттерге жазу деген ой мүлде болмаған. Себебі дәл менің отбасымда, мен өскен жылдары Ұлан газетіне жазылу деген болмаған екен. Ал менің алдымдағы үлкен аға әпкелерімнің бәрі Ұлан газетін оқып өскенде біздің тәуелсіздіктің енді тәуелсіздік алған кезеңге тап келіп қалдық та, Ұлан газетінің атауы өзгерді сол уақытта. Сосын бір елде бір әлеуметтік жағдай қиын болған кез, сол кездерде біздің үйдегілер Ұланнан қол үзіп қалған екен. Ал бірақ менің аға әпкелерім бары Қазақстан пионері кезінде сол кәдімгі күтіп жүріп оқитын, поштадан өздері барып алып жүріп оқитын газет болған екен. Сондықтан Ұлан газетімен бала кезде дос бола алмадым. Дегенмен үлкен газеттерді көп оқыдым, Жас Алашты оқыдым, Егемен Қазақстанды оқыдым, Оңтүстік Қазақстан газетін оқыдым, Дат газетін оқыдым, Тасжарған деген атаумен де шыққан Дат газеті. Біздің үйде сол газетте жазылатын Қазақ әдебиеті газетінің жанкүйері болдым. Журналистикаға жалпы сол газет, журналдарды оқу арқылы келдім десем болады. Ал енді осы журналистикаға қалай келгеніңізді айтып отырсыз. Ал жалпы сіздің бала кезіңізде қандай арманыңыз болды? Бір балалық арман болады ғой адамның жүрегінде? Мен бала кезімде шын айтсам мұғалім болуды армандадым. Өйткені бізде әдебиет пәнінен сабақ беретін мұғалімдердің бәрі керемет кісілер болатын. Сол кісілерге қарап, мен әдебиет пәнінен сабақ берсем деп ойладым. Сосын тағы бір арманым психолог болу болды. Сөйтіп тағы одан кейін осы диктор болуды армандадым. Журналист болған кезде диктор болғым келді, білмеймін не екенін. Бүкіл балалардың бәрі диктор болғысы келді ғой. Бірақ қазір қарап отырсам, сол үш арманымның бір тоғайласқан жері осы Ұлан газеті болып деп ойлаймын. Себебі Ұлан газетінде істеу ол жай ғана журналист болу емес, жай ғана бір редактор жасап отыру емес. Ол жерде сен педагог, психологсың. Яғни мен кезде бала кезде орындалмай қалған педагог болғым деген арманым да орындалды Ұлан арқылы. Психолог деп енді былай қарасаң, әр баламен жұмыс істеу үшін сен психолог болуың керек. Мысалы, сен бір балаға жылы сөз айттың ба, екінші балаға да тура сол жылы сөзіңді шын жүректен шығарып айта алуың керек та. Оның өзі сенің кішкене психологияңды жетілдіргеннен келетін нәрсе деп ойлаймын. Мысалы, бізде ұлдар жұмысқа аласың ғой кей кезде. Ұлдар жұмысқа алатын кезде мен бірден айтамын. Ұлдар, жігіттер, жас қыздар, жаста, ешқайсымыз олармен жықылдасып сөйлеспейміз. Сендер ағасыңдар. Сендер осы газетте, осы Ақ Желкен мен Ұланда істегендіктен, сендер кішкене болсын оларға ағалық қамқорлықтарыңды көрсете алуларың керек. Ал сендер жас қыздардың мысалы жүрегі жараланып, әсіресе мысалы ақын балалар, жазушы балалар жұмысқа келсе, жас қыздар деген оның өлеңін оқып, немесе оның шығармасын оқып, ол ақын жазушымен ауырып қалуы мүмкін да. Енді аға деп балалардың бәрінде болатын жағдай ғой, енді оның шығармашылығына ғашық болып деген секілді. Сондай кезде сендер
ол қызды бір арамы пиғылда пайдаланып кетуге болмайды. Оларға керісінше ағалық қамқорлық көрсету керек деген секілді айтып отырамын да. Мысалы оның бәрі шындап келген кезде біздің психология дейміз ғой, қазіргі кезде психология деген бір модный сөз болып кетті ғой. Сол психологияға байланысты баланың психологиясын зерттей білу керек. Балалар басылымында істеген адам баланың психологиясын зерттеп, ол не сезініп тұр, бұл нәрсені қандай оймен айтып тұр. Және сосын балалардың әрқайсысы әртүрлі болады. Мысалы барлық баланың бірдей, мысалы менталдық саулығы да бірдей бола бермейді. Барлық баланың бірдей, мысалы физикалық саулығы да дұрыс бола бермейді. Мысалы бір балада мысалы жүре алмайтын болуы мүмкін, немесе бір жерінде бір кемістігі болуы мүмкін дене тұрғысынан. Бірақ ол ортаны сіңістіріп жіберу үшін, ол ортаға тарту үшін де ол адамның көңіл күйіне, оны қалай ортаға қосу керек, соны да меңгеріп өту керек та. Мысалы сен ертеңгі күні сенің редакцияңа мысалы біреу хабарласты, бір оқушы жазып жүр дейік, ол баланың мысалы ГЦП-мен ауруы мүмкін. Қазір ГЦП деген өте кең таралған аурудың бірі ғой. Мысалы ол баланы басқа балалармен тең дәрежеде қарау керек та. Ол балаға сен ГЦП екенсің, сен ауру екенсің деп қатты өбектеп жүруге де болмайды. Және оны сен басқалармен теңдей болуың керек деп қатты оған күш жардуға да болмайды да. Мына нәрсе талап та қоюға болмайды. Сондықтан әр нәрсені ескеріп отырып, балалар басылымында жұмыс істеудің бір ерекшелігі сонда. Мысалы қай кезде де балаға мысалы 24/7 жауап беруге тура келетін кезде болады. Мысалы балаларға түсінбейді кей кезде түнгі сағат 12-де 1-де осыны тағын жазып жүреді. Мысалы мен бұрын әсіресе Ақжеркенде істеген жылдары, мысалы балалар Ақжеркен апай деп жаза беретін да. Бізде ол кезде ержетім бойжетім деген айдар болды. Сонда сол айдарға өте көп сұрақ келетін. Балалар түнгі сағат 2 демейді, 3 демейді, кез келген уақытта саған жекеме, мысалы әлеуметтік желідегі жеке парақшаңа жазып жүреді. Осындай мәселемен не істеймін, маған көмектесіңіз деп жазып жүреді. Мен істесем болады. Немесе жай тіпті бір қыз бен жігіт болып, махаббат болып, енді достасып бастаған кезде сол мәселеге де кеңес сұрайды. Сен сол мәселелердің бәріне кеңес бере алатындай кішкене өзіңді жан-жақты дамытып отыруыңа тура келеді да. Мысалы оны кеңес беретін кезде құр бере салмайсың. Бір кітапты мысалға алып, сен осы кітапты оқып көрсең қалай болады екен, саған осы сәтте осы кітаптың көмегі қажет болып тұрған сияқты деп мысалы балаға бағдар беріп отырасың да. Сол кезде ғана бала ары қарай сенің редакцияңа тартылып сенмен жақсы сөйлесіп отырады. Мысалы мен өзім кей кезде мақтанған емес, мысалы әліге дейін мен 15 жылдан 16 жылдай болып қалды балалар басылымында істеген. Әліге дейін мысалы сол 16 жылдан бергі жасөспірімдердің бәрі әліге дейін маған хабарласып, өзінің мысалы қызбен кездесіп жүрсе де, жігітпен кездесіп жүрсе, әліге дейін айтып отырады. Өз араларында келіспеушіліктер болып қалса, біз енді оларның балаларының бір жақсы бір-бірімен күштес болып қояды ғой. Солардың бір келіспеушілік болса да маған хабарласып, апай пәленше осындай деп жатыр, осындай деп айтып жатыр. Сосын енді оның бәрін, мен сендер бәрін маған бір дейсіңдер. Анау пәленше мындай, төленше мындай деп мен бөлгім келмейді де, сендер бәрін бір дейсіңдер. Сондықтан оның да ситуациясын түсінуге тырыс дегендей әртүрлі балама версияларды ұсынып отырып, мысалы ортақ шешімін табуға тырысамыз да. Онда тұрған бұл енді балалар басылымында істеудің өзінің бір қызығы деп те ойлаймын. Мысалы әр баланың жай ғана бір журналистикаға келуіне қадам басудан бөлек олардың жалпы өмірде, жеке өмірде жақсы өмір сүріп кетуінде қалайсың да. Мысалы мен өзім үнемі ұстанымым солай, қазақ жастарына айтам, біз мықты маман, жақсы адам болуымыз керек. Айналамызға сол нәрсені таратуымыз керек. Айналамызға үнемі соны насихаттап отырсақ, онда бізде шын мәнінде сондай жақсы маман, мықты маман, жақсы адамдар қалыптаса бастайды. Яғни біз сөйтіп бір мысалы мемлекеттен күтіп отырудың, немесе бір үлкен бір саяси күштен күтіп отырудың қажеті жоқ та. Ешкімнен күтіп отырған жоқ, бәрін өзіңнен баста. Яғни сен жақсы бол, айналаңа сен үлгі көрсете біл, сол кезде сенің де айналаңа сондай жақсы адамдар топтаса бастайды. Біз жақсы бір орта құрамыз деген секілді
үнемі үндеу ретінде айтып отырамыз. Енді қазір жаңағы сияқтан ауытқып неке тұрдың өзімен өзім ойымды айта алайын. Иә, дұрыс, ашылып осындай себебі уақыт аз ба деп мен асығып отырмын. Жоқ, асықпаңыз, уақытыңыз бар. Тағы да бір осындай бір естеліктерге бір көз жүгіртсек, жалпы осы уақытқа дейін енді бұл Ұлан газетіне республиканың түкпір-түкпірінен балалар хат жазады. Ал енді бас редактор ретінде енді барлық хаттарды оқисыздар сіздер, әрқайсысына жауап жазасыздар. Бір есте қалған бір ерекше автордан бір хат болды ма? Бір баладан бір ерекше хат? Әр баланың хаты көбінде есте қалады негізі. Менде қазір әліге дейін мен 2008 жылы жүрген журналына жұмысқа келген кезде маған өзім таң қалған, мен Қазақстанның бүкіл аймағын аралап көрмегенмін ғой, білмеймін, Түркістаннан шықпаған қызбын, өзім Түркістанның қызым. Сонымен келген кезде маған батыстың балалары менің жазған мақалаларымды оқиды да маған хат жазады. Жадыра апа дейді, мен бірінші рет естіген екен, жылағым апа деген мен кәрі адам деп тұрмаймын. Мен ол кезде 21 жастамын, маған апа деп айтқан сондай жаман болып естілді да, себебі бізде апа деп үлкен кісіге ғана айтады ғой. Апа деген ол кәдімгі әпкесі, яғни тәтесі дейміз ба, Алматы өңірегіндегі. Яғни әпкелеріне апа дейді екен. Қаншама қыздар хат жазатын. Сосын менде мысалы әліге дейін мысалы сол Қорлан Сейлихан деген жас тілшіміз бар, Ұлан Аржентин. Соның хаттары әліге дейін сақтаулы екен. Өткенде өзім таң қалдым. Редакция әрі-бері көшіп жүрдік, сосын мен өзім жеке жазылған хаттарды мен сақтап жүрдім папкаге. Сөйтіп жүрген кезде мен хаттарымды жоғалтып алдым. Балалардың хаттарын мен кәдімгі қазпоштамен жазған, қолмен жазған хаттарды үнемі сақтап жүрдім. Бірақ қандай құжатпен қалған білмеймін, Қорланның жазған хаттар қалып қойды. Менде әліге дейін Қорланның жазған хаттары бар. Сосын өткенде оқып отырсам, жаңағы үйдегілер мені түсінбейді деп жазған екен Қорлан. Себебі мен үйдегілерге актриса болғым келеді, журналист болғым келеді деп айтсам, ол кісілер түсінбейді, олар мені басқа бағытқа қарай бағыттайды деген секілді тұқымыңда жоқ нәрсені айтпа деп айтқан секілді хаттар жазған екен. Сонда есімде қалып қойды. Қорлан өзі көріп отырса Қорланға айтып қоймасам, Қорлан хаттарын сақталған деп. Сол секілді әліге дейін мысалы балалардың хаттарын мен үнемі қарап отырамын. Мысалы қазір кей кезде мысалы өткенде бір бала жазады. Енді ол бала бізде материал жазған кезде кейбір балалар көшіріп жазатын балалар болады. Кәдімгі соған кей кезде қарным ашады да, балалар ешкімнен көшірмеңдерші деп айтқым келеді. Сосын сөйтіп ол балаға мен жазып жүрдім. Кешіріңіз, пәленше, сіздің материалыңыз тәп-тәуір қызық материал екен, бірақ тура осындай автор осындай деген жерге шыққан екен. Екеуіңізді біреуі болып тұрып жазып жібердім. Сіз енді олай жазбаңыз, сіз өз ойыңызды, өз оқиғаңызды қосып жазыңыз, өз ойыңызды жазсаңыз, оның шығу мүмкіндігі де көбірек болады деп жазып жіберсем, ана бала маған жауап хат жазып жүрген ғой. Енді Ұланның поштасы арқылы сөйлесіп отырмыз ғой. Сіз мені бір жерден көшіріп деп тұрсыз да, мен еш жерден көшірген жоқпын. Ендігәрі олай айтушы болмаңыз деп беттерімен жазып жүрдім. Сонда шошып кеттім. Мысалы бұдан 15 жыл бұрынғы бала мен 10 жыл бұрынғы бала, тіпті 5 жыл бұрынғы балалардың психологиясы мүлде бөлек. Қазіргі балаларға, мысалы бұрынғы балаларға кейде пәленше сен анауың дұрыс емес деп айтсақ болар деген, оны түзейін деп ренжіп соған әрекет жасайтын. Ал қазіргі балаға дұрыс емес деп айта алмайсың. Сын қабылдай алмайды. Иә, қазіргі балаға сын қабылдай алмайды. Балаларға пәленше сен мына сен осылай сияқты деп жүдеп отырып жеткізесің. Өйткені олай жеткізбесең, ол бала ертеңгі күні өзіне ертең сол сөз қатты соққы болып, мысалы редакцияның айтқан сөзінің өзі қатты соққы болып, өзіне қол жұмсауы да мүмкін ғой. Ол балаға ондай жағдай болып жатса, ол кезде біз кінәлі болып қаламыз да. Сондықтан да балаға барынша жұмсақ болып сөйлесуге тырысасың. Жаным, күнім, сенің мына нәрсең дұрыс емес сияқты. Осыны бір қарап өзің ойланып көресің бе, мынаны қайталап жазып көресің бе деген секілді. Мысалы тағы да бір қыздың мақаласы шықты. Ол атын ұмытып қалдым, бірақ мен соны Facebook парақшамда жариялаған болатынмын. Оны бізде Нұрлыхан Жұмахан деген тілшіміз сол материалды қайта жаздырды балаға. Ол бала мысалы жай ғана өзінің бірінші мақала жазып берген, өзінің ата-анасы туралы жазды. Менің ата-анам деген керемет адамдар деген секілді жазған ғой. Сосын Нұрлыхан айтты, енді бұл материалды енді біздің газетке келмей тұр, енді ата-анаңнан бірақ басқаша қызықты материал алып көрші деп кері қайтарған ғой материалын. Сөйтсе ана қыз керемет материал жазды. Ол материал қандай материал? Ол өзінің ата-анасымен сұхбат алады. Ана сұхбатты оқып отырып, сондай жып-жылы дүние, сосын осылай да контент жасауға болады екен ғой деп ойлап қаласың да. Сонда ата-анасынан сұрап отыр.
сіздер қалай таныстыңыздар деп сұрайды. Сөйтсе әкесі жауап беріп отыр ғой, мен үйленетін жасқа келдім дейді, сосын үйдегілердің бәрі қыз іздей бастады дейді. Пәленше деген ана жақта қыз бар, мына жақта қыз бар, мынандай қыз бар деген секілді қыз іздей бастады. Сосын әр қызды енді көріп танысып жүрмін дейді. Сосын бір күн тағы бір жерге барды да бір қызбен танысып келдік дейді. Сөйтіп келе жатсақ сосын бір жеңгеміз айтады, осы пәленше дегеннің қызы бар еді, сол бір жақсы отбасыдан сол қызды бір көрейік та танысайық деп айтты дейді. Сосын ол қандай қыз деп, сосын осындай бір кафеде жұмыс істейді деп айтты дейді. Сосын сол кафеге барып көрдік дейді. Сосын бір даяшы қыз келді да бізге тамағымызды әкеліп берді дейді. Сөйтіп ол қыз сенің анаң болатын дейді да. Түсіндің? Ана қызбен солай өзінің болашақ шағымен солай танысқан екен. Сөйтіп бірден ұнады, шашы ұзын қыз екен деп әдемі суреттейді. Сосын ол баланың өзінен ата анасымен танысқан өте қызық, ата анасымен қалай танысқан кез келген балаға қызық деп ойлаймын да. Ата әжесінің, аға әпкесінің, аға жеңгесінің де қалай танысқандарын сұрап отыратын балаларды көп көремін. Мысалы, жаңа оқиға өте қызық болды. Сосын бір есте қаларлық бір оқиғаларды айтыңызшы. Мен туған кезде қандай көңіл күйде болдыңыздар деп сұрады да. Сен мамасы жауап беріп отыр. Сенің дүниеге келгеніңді әкең қатты күтті. Өйткені әкең мысалы былай деп айтты дейді да. Менің қызым ең керемет, менің дүниеге ұрпағым келді, қызым келді деп кәдімгі ансамбльмен, оркестрмен келіп сені күтіп алды. Сен әкеңе өте қатты жақын болдың. Бір күні әкең басқа қалаға іссапарға кететін болды. Іссапарға кететін кезде сен кеткеннен соң сен шырылдап жылай бастадың дейді. Қатты жыладың. Сосын әкеңнің жаңағы терісінен шешіп кеткен футболкасына басына жастап қойып едің. Сен жылағаныңды бірден қоя қойдың кішкентай кезіңде дейді. Сонда ол жерде бір қандай әдемі бір былай қарасаң әдебиетте енді проза жанрындағы бір әдемі детальдар енді сол мысалы содан ата анасының сұхбат арқылы әдемі детальдарды келтіріп отыр қыз. Мысалы оны біз газетке жарияладық, мысалы қанша адам соны көрген кезде риза болды. Мысалы тағы бір есте қалатын хаттар айта кетейін. Мысалы балалар өте бір бейкүнә бір сұрақтар болады балаларда. Жұрттың бәрі білетін сияқты көрінетін сұрақтар болады, бірақ оның жауабын бала таппай жүруі мүмкін да. Мысалы енді біз жасөспірімдер оқығандықтан оларға ол қажет сұрақ болғанда ол сұрақтарды айта берейін. Мысалы бірде маған бір қыз қайта хат жазды. 9-шы сыныпта оқиды екен. Мен киноларды көрген кезде жыныстық қатынастарды көремін, сондай нәрсені көріп, мен соны қайталап жасағым келеді дейді. Сосын бастапқыда ұялдым да, бұны қайта жауап беруге ұялып, игнор жасап жүре бердім. Сөйтсем ана қыз сол хатты 6 рет жазады. Мен аурумын ба, ауру болсам қандай аурумын деген сұрақ қойды. Сосын ол қызға жауап берейін дедім. Өйткені мен сол тақырыпта кішкене материалдар жазып жүретінмін. Сосын гинекологтарға айтып көрдім, осындай бір қызым сұрақ берді. Гинекологтар ол сұрақты негізі психоаналитикке қойып көрдім, психологтарға барып көрдім. Мен психоаналитикке бардым әлі. Сөйтіп осындай қыздың хатын көрсеттім. Осы қыз осындай сұрақ қойып жатыр. Оған қалай жауап береміз деген секілді. Кәдімгі қыздың хатына керемет жауаптар берді. Сол кезде мен түсінгенім, баланың уақытын мүлде бос қоймау керек екен. Балаға бос уақыт қалдырмау керек. Бала бос уақыт қалдырған кезде, мысалы, қазір бәрінің қолында смартфон бар, смартфонды алады, ондағы ақпараттың бәрін еркін пайдаланады. Ал ол жерде, мысалы, жыныстық қатынастың бағытындағы ақпараттарды көрмесіне кім кепіл? Баланың кез келген, мысалы, балабақшаға баратын баланың өзі ондай нәрсені көрсе, көз алдынан бір көрініс өтсе, оны ол өмірде қайталап көргісі келеді. Мысалы, қарапайым нәрсе, үйде кішкентай іні-сіңлілеріңіз болса, іні-сіңлілеріңізге қарасаңыз, олар деген сіз бірдеңе істесеңіз, соны бірден артынан қайталайды ғой. Сол секілді адамның көзінен визуалды өткен нәрсені адам міндетті түрде қайталап көргісі келеді да, ондай нәрсені қайталап көргісі келеді, ол психологияда бар заңдылық екен. Сондықтан да ондай, оның үстіне 16 жасқа дейін 16 жастағы баланың гормондары өте қарқынды дами бастайды, жетіле бастайтын кезде, сол кезде мысалы бала бос уақыт қалдырмау керек. Яғни оның гормондары ойнап тұрған кезде, оның бос уақыты көп болатын болса, онда ол дұрыс емес бағытқа қарай түсіп кетуі мүмкін. Егер бала мысалы спортқа қызығады, спортқа беріп, оны өлді алқарын спортпен араласатын, бала спорттан жақсы нәтиже шығарады. Ал егер өнерге бағыты ыңғайы бар ма, онда өнер бағытындағы бір үйірмеге кетсең, бала одан бір жақсы нәтиже шығады. Егер бір ғылым бағытына қарай бейім бала болатын болса, оған мысалы сондай
ғылым бағытына қарай бағыттап сондай кітаптарын сатып алып беріп оны үнемі кітапханаға баруында қадағалап бір ғылыми жұмыстарға қатыстыратын болсаң бала сол саладан бір нәтиже шығарады. Яғни ол менің емес, ол психолог психоаналитик мамандардың айтып отқан кеңесі, яғни баланың бос уақытын қалдырмау деген нәрсе. Әр хаттың артында бізде мысалы осындай тағдырлар, осындай дүниелер жатты. Сондықтан біз ондай хаттарға ондай жауапсыз қалдырғымыз келмейді. Мысалы тағы бір мұғалім хабарласты. Бізге Ұланға бір оқушы қыздың үнемі суреттері шығып жүретін, керемет суретші қыз. Сосын ол кейін сол сурет салуды оқытатын колледжге түсті 9 бітіргеннен кейін, суретшілер колледжінен. Бірақ ол сол енді 10-шы сыныпта оқитын кезінде ғой, бірінші курс кезінде жігітпен жақындасып қойыпты. Жігітпен жақындасып қойып, оның мысалы басында өте қиын ситуация жүрген. Ол сосын мұғаліміне айтқан, бізге үнемі байланысатын мұғаліміне көріп жылап әбден айтты, мен жігітпен жақындасып қойдым, бірақ жігіт енді қазір маған қарамайды, мен қанша жазсам да ол жігіт маған мүлде жауап жазбай, маған басымды қатырма, хабарласпа деп айтты. Мен не істеймін енді, мен қандай нәрсе істеп қойдым, өмірімде өкінетін жағдайға жеттім деп. Сосын әлгі мұғалім маған хабарласады, Жадыра ханым, осы сізге жазып, осы Ұланға жазып жүретін қыз еді, соны білесіз ғой, сіздер үнемі қолдап суреттерін шығарып жүрдіңіз ғой, сол қыздың жағдайы қиын болып қалыпты, не істейміз дейді. Соған бір ақыл кеңесіңізді айтыңызшы дейді. Мен мысалы бұл жерде енді моментально мен барынша ол қызға қолдау айтып, енді өзімше енді бар білгенімді айтып, қолдау білдіріп жазып жібердім, бірақ сосын мен бәрібір жаным жақтырған жоқ, оны қайтадан мысалы сол хаттың аясында газетке материал дайындадым. Яғни жасөспірім қыз осындай кезеңде адасып қалмаса екен деген мақсатта, мысалы жігітпен жақындасуға болмайтын, 2 жастан кішкене болсын күте тұру керек екен. Ол өмірге әлі асықпаса ол өмірде болады. Тек қана адам сол сәттерде өзіне бір бағыт болатын бір жақсы істермен айналысса, кез келген проблемадан шығып кетуге мүмкіндігі бар. Кез келген мәселеден шығып кетуге мүмкіндігі бар. Сол мәселені айта отырып, мысалы газетке материал дайындадым да. Мысалы бізде ондай хаттар көп келіп тұрады, балалардың. Мысалы ол нәрсені кей кезде ойлайтын шығар, мынаның бәрі бұндай материалдар шыққанда, мынаның бәрі тек қана бір балалардың ойдан құрастырып редакция материал дайындап отыратын. Жоқ, бізде әр материал шығатын кезде сол бір балалардың ситуациясын естисің, сол балалардың оқиғасын немесе олардың жазған хаттарының негізінде материалдар дайындалады. Яғни біз балаға кішкене болсын пайдалы нәрсе бергіміз келеді. Яғни тур сондай ситуация тағы бір басқа бір баланың басында болып жатуы мүмкін, басқа бір оқушы қыз немесе басқа бір оқушы ұл баланың басында болып жатуы мүмкін. Соны оқу арқылы ол өздеріне бір қолдау табады деп ойлаймыз, бағыт табады. Мына нәрсе дұрыс екен, мына нәрсе бұрыс екен деген секілді. Ал енді осы газет беттерінде жарияланатын мақалалардың тақырыбына тоқталсақ, 5 жылмен салыстырғанда қазіргі балалар қандай тақырыпта, өзекті тақырыптарда көбіне қалам тербейді? Қазіргі балалар байқағаным, қазір бізде психология қызығатын балалар өте көп. Бәрі әлеуметтік желіде отырады балалардың көбі. Өйткені әлеуметтік желіде коучтар көп, психологтар көп. Сол коучтар, психологтар көріп алғаннан кейін балалардың бәрі психолог, коуч болып кеткен. Материалдардың бәрі көбіне сол бағытта болады бізде қазір. Сосын тіпті мен қазір өзім Инстаграмда сторис салудан қалдым. Шынын айтсам бір күні бір сторис салып қойдым. Онда бір кітапты оқып отқанымды, мен кітап оқып отқанымды әдейі салып отырамын стористерге, себебі мені балалар да көреді. Балалар көргеннен кейін кішкене менің оқып отқан кітабыма қарап, олар да кітап оқыса екен деген бір мақсатта сөйтіп салып отырамын да. Ол кітапты, мен негізі кітапты көбінде автобуста оқимын, жұмысқа келгенше. Сосын мына кітапты оқып бітірейін десем, автобуста жастар орын бермейді. Сөйтіп кітапты оқи алмай жүрмін дегенде бір сторис салып қойдым. Сөйтсе маған бір оқушы бала жазып жіберіпті. Біріншіден оқушы ғой енді. Біріншіден автобус қоғамдық орын кітап оқитын жер емес. Екіншіден сіз кәрі емессіз, жассыз. Деп өзіме ақыл үйретіп жазып жіберіпсіз. Ана жерде күлкім келді. Бірақ мен оны қайтадан бір сториске шығарайын деп ойладым. Мысалы басқа бір блогерлер болса шығара салатын, мысалы ондай реакция бар. Мен оны шығарған жоқпын, себебі ол бала енді психологияны өзінше оқып жүрген, өзін енді
соны дұрыс айтып отырмын деп ойлап отыр. Және оның айтып жатқаны дұрыс енді. Бірақ мен оны шығарсам, ол балаға кибербуллинг жасағаным болады. Сондықтан мен ол нәрседен балалардың ондай хаттарындағы менің әрбір жауабымды шығарып отырғым келмейді. Мысалы, мен бір сторис салсам, мысалы балалар кейбір мәселеге байланысты әртүрлі жаңағы жауап жазып отырады, немесе өздерінің сырларын айтып отырады, мен оны шығара алмаймын. Шығарғым келмейді, себебі мен оны шығару арқылы оған кибербуллинг жасаймын. Басқа адамдардың реакциясы, басқа мен соны әрқайсысын бір пост ретінде жазып отырсам, ана баланың басында андай жағдай болып жатыр деп айтып отырсам, ол бала оны жариялағанын қабылдамауы да мүмкін. Мысалы, біз жаңағыдай хат жазып, газет бетінде хат жазған кезде, біз осыған мамандардан сенің атыңнан атыңды өзгертіп жауап алып беруге мүмкіндігіміз бар, соған келісесің бе деген біз бірінші келісім алғанымыз боламыз. Мысалы, өтіп істемесең, ертең ол бала менің оқиғамды жалпы жұртқа, бүкіл қазақстанға жариялап тастаған не деген секілді, ол балада бір сенімсіздік пайда болады редакцияға деген. Ал енді бізде негізі көпшіліктің ойында жүрген тағы бір сұрақтың бірі, жалпы осы ұлан газетінің қазіргі таралымы қандай, және жалпы осы газетке жазылатын оқырмандар қандай жас мөлшерде? Көбіне айтып жатады, тек қана балалар оқитын газет па деген секілді теріс ұғымдар бар да, түсініктер бар. Осыған қысқаша тоқталып өтсеңіз. Жалпы мен өзім былай айтамын, үнемі айтып жүремін. Балаларға арналған газет ол отбасылық газет. Яғни отбасылық газет деген не? Оны бала да оқиды, оны ата-ана да оқиды. Ата-анаға мысалы мен үнемі айтамын да, мен мысалы өзім балам жоқ әрине. Кей кезде мен осыны айтып қалсам, кейбір адамдар сыртынан мысқылдап отырады, өзінің баласы жоқ болғасын сайрай береді екен деген секілді. Бірақ мәселе мен баламның жоқтығында емес, мен қанша жыл балалармен жұмыс істеп жүрген адам ретінде мен оны білемін. Мен оны кейбір ата-аналардан жақсы білемін. Мысалы, мен кейбір ата-аналарға маман ретінде жақсы кеңестер бере аламын да тұрғыда. Көп ата-аналар мысалы менің балам кітап оқымайды, газет журнал оқымайды, оқуға ықыласы жоқ деген нәрсені айтты. Неге ықыласы жоқ? Себебі ата-ананың өзінде ешқандай оқуға деген ықылас, ниет жоқ. Ата-ана егер телефон ұстап шұқылап отыратын болса, телевизордың алдында құнызақ отыратын болса, оның баласы ешқашан кітап оқымайды, газет журнал оқымайды, ол да сол ата-анасынан көргенін істейді. Ал егер де мысалы ата-аналарға мен айтар едім, мысалы, егер де сіз балаңыздың керемет бір оқитын ұрпақ болғанын қаласаңыз, міндетті түрде балаңызбен бірге газет журнал оқыңыз. Мысалы, ұланды оқыған кезде материалды бірге оқыңыз, талқылаңыз ішіндегі материалды. Сол кезде сіздерде бір ортақ тақырып пайда болады, әңгімелесетін. Ата-ана мен баланың арасында ортақ тақырып болу үшін үнемі бір дүниені бірге оқу керек. Мысалы, пікір айту керек. Газет журнал оқыған кезде мына тақырыпты оқисың да, маған байланысты көзқарасың қандай? Осы нәрсе істеп жатыр екен. Мысалы, сен осының орнында болсаң, не істер едің? Мысалы, мына жерде бір материал көріп отырмын да қазір. Жалын орман өртінің алдын алады. Жалын деген, мысалы, бұл қызылордалық оқушы қыздың жасап жатқан жобасы, яғни өрттің алдын алатын құрылғы жасаған оқушы қыз. Мысалы, осы оқушы қыз осыны дүние жасады да, осы жасалу іске асыру мүмкін бе? Осыны қалай істесе болады деген секілді балаңмен кәдімгі оның ойын біліп, сөйлесіп, балаңмен мысалы өткен жылдағы Семей орманның өртенгенін талқыла. Яғни сен балаңның бір жағынан елге жаны ашитын, экологияға жаны ашитын азамат ретінде көре аласың да, осы бір материалды талдау арқылы балаңа қаншама ақпарат бере аласың, балаңның санасын өсіресің, балаңның бір қоғамда бір өзінің тұлғалық бір көзқарасын қалыптастыратындай ата-ана боласың да. Ал бізде көп ата-аналар балам оқымайды деген секілді сөйтіп қабылдайды. Сондықтан да мен ата-аналарға үнемі айтамын, ұлан деген ол балалардың ғана газет емес, ол отбасылық газет. Сондықтан оның ішінде оқитын дүние өте көп деп. Қазір ұланның мысалы тиражы былай қарасаң өте аз. Кезінде 200-300 мыңмен шыққан газеттің тиражы қазір 4 мың данамен шығып жатыр. Бұл деген қазір 20 миллионнан асқан қазақстан халқы үшін бұл өте аз көрсеткіш. Кезінде мысалы қазақтардың саны аз кездің өзінде, Совет одағының кезінде, сол кездің өзінде бұл газеттің тиражы 200-300 мыңға дейін жеткен. Қазір біз мақтанамыз қазақтардың саны көбейді деп, бірақ қазақтардың саны көбейгенмен бізде ол қазақтардың сапасы қалай деген мәселе тұрды. Ал сапа деген нәрсе ол оқитын ұлт болған кезде ғана болады. Яғни сен баланың өзіне арналған
кітаптары, газет журналдары оқымаса, ол ертең сапалы ұлт болып қалыптасуы неғайбыл. Мысалы, біз айтамыз, мен өзім газетімде осы жерде жұмыс істеген сен айтқан жоқ, мысалы газетті оқы деп. Ол мен кез келген ата-анаға, кез келген балаға айтар едім, егер де сен өзіңе арналған контентті бала кезде тұтынып үйренбесең, ертеңгі күні ол баланың бір тұлға ретінде қалыптасуы да қиын болады деп. Яғни ол бізде мысалы білімді адамдар көп болуы мүмкін қазақстанда. Мысалы оның өмірде көріп жүрміз. Мысалы қазір саясаттағы адамдарда қарасаң, білімді адамдар көп қой, мысалы министр болсын, депутаттар болсын, керемет олардың бәрі біліммен жетіп отыр ғой сол нәрсеге. Бірақ алайда адамда біліммен қоса тәрбие, яғни сыни ойлау деген дағды қалыптасу керек. Сыни ойлау деген дағдысы қалыптасу үшін де бала кезден оқып үйрену керек. Әр оқыған кезде ата-анасымен, үйінде аға-әпкесімен талқылап отыру керек. Мысалы, мен өзім жиенім болды, жиенім бар. Сол жиеніме бірінші сыныптан бастап мен кітап оқытқыздым. Сосын келген кезде біз міндетті түрде жаңа кітапты бір 39 беттік бар шығарманы жаттап алды бірінші сыныптың баласы. Өйткені оның бірінші оқыған кітап қызық болды. Мейіржан Жылқыбай деген жазушымыздың, жас жазушы, соның Тауға саяхат деген әңгімесін жаттап алған болатын. Сол өйткені ол балаға ата-ана бірінші оқитын газет, журналды, кітапты бәрін таңдап беру керек. Таңдап берген кезде оны тек қана таңдап беріп, мен жазып бердім, сатып алып бердім емес, оны міндетті түрде өзі бірінші оқу керек. Оқығаннан кейін ол екеуінде ортақ тақырып, ортақ әңгіме болады. Қазір ата-аналардың көбі баласымен тіл табыса алмайды. Неге? Себебі баласы да, ата-анасы да бір ортақ контент тұтынып жатқан жоқ. Яғни ортақ контент тұтына алса, ол тақырыпта олар сөйлесе алатын еді. Мысалы, тіпті балабақшадағы балаға үнемі айтып жүрмін, балдырған журналын жаздырыңыз. Себебі балдырған журналы баланың тілінің шығуына да әсер етеді. Әріп тануы міндетті емес баланың балдырған журналын оқу үшін. Балдырған журналы кәдімгі көркем суретті журнал, көркем суретті әдеби журнал ғой. Мысалы, әрбір ішіндегі мысалы жаңағы жылқының суреті тұрады, иттің суреті тұрады, сиырдың суреті тұрады, соған байланысты тақпағымыз ертегі болуы мүмкін ғой. Сосын балаңа көрсетесің, ең тыныштықпын бала. Мынау не деп сұрайсың. Бала, мен мысалы өзімнің әріптестерім арасынан көрдім, кішкентай балалары бар отбасыдан көрдім. Мысалы, бізде жұмыс істейтін Асланның кішкентай баласы, 2 баласына балдырғанды жаздырып алады, балдырғанға қарап, жақанша мынау не десең, жаңа атты салып, аттың дыбысын салып, аттың жүрісін салып, соны көрсетеді. Яғни баланың тілінің шығуына әсер етеді. Сиырды көрсетеді, мынау не десең, му деп айтады. Мысалы, ол баланың 2 әріпті буынды қосып сөйлеуіне әсер етіп жатыр. Ары қарай ол бала сол журналды қарап арқылы, журналдағы суретті таныстыру арқылы ол сөйлеп кетуі мүмкін да. Қазіргі кезде ол үлкен актуальный тақырыптардың біріне айналып бара жатыр. Қазір балалардың тілі кеш шығады. Сондықтан да ол баланың тілінің ерте шығуы үшін де адамдардың, ата-анасының, үлкендердің онымен тікелей сөйлесуі, онымен жаңағы сұхбат өткізуі, әңгіме жүргізуі аса қажет. Сондықтан да ол әңгіме өткізу үшін де мысалы балаға сондай бір журнал жаздырып беріп, оның суреттеріне қарап өтіп сөйлессең, мынау не дейді, мысалы қораз не деп шақырады десем, ол бала деген оны айтады, мысалы қаз не дейді десем, га-га-га деп оны айтады деген секілді балаларға үйретуге болады. Сондықтан барынша енді ата-ана саналы, мысалы бізде қазір көп ата-аналардың бәрі енді шынын айтсам енді сын айтқандай боласың, бірақ ата-ана болуға дайын болмай отбасын құрады да, сосын баланы қалай болса солай тәрбиелей береді. Өлген жоқпыз кезінде бізді өстіп тәрбиелеген. Біз өліп қалған жоқпыз, осы бізде адам болсын. Неге сен өзің секілді тағы бір ақымақ бір адамның пайда болғанын қалайсың? Мысалы, мен өзімнің ұрпағымның өзім секілді болғанын қаламас едім, менен жоғары болғанын қалайтын едім да. Сондықтан да сен барынша ізден, оқы, балаң үшін жан-жақтан бүкіл ақпараттың бәрін алып бер, газет журналды оқы, үйрет, контенттердің бәрін саралап бер. Мысалы, сен интернетке ғана мысалы телефонды беріп қоя салып, ал бала сен ол жерде қандай контент тұтынып жатқанын сен қадағалап отырған жоқсың ғой. Ол жерде бала өзінің жасына сай емес ақпаратты көруі мүмкін. Ал сен газет журналдарды оқыса берсең, жаздырып берсең, онда баланың өзінің жасына сай, өзінің замандастары істеп жатқан дүниелерді біз беріп отырамыз. Мысалы, балалардың әртүрлі ғылыми жобаларын да беріп отырамыз. Мысалы, мына қыздың жасап отқан дүниесін, мысалы, қазір біздің министрліктер қолдап кетсе, мысалы, ертеңгі күні бізде
өрт қауіпсіздігін алдын аламыз да. Өте жақсы жоба. Мысалы осыны бүкіл біздің Қазақстан білсе дейсің, соны ары қарай соны біздің министрліктер соны бір жүзеге асырып кетсе дейсің. Мысалы бұл шын мәнінде сонда қаншама талантты балалар бар осындай дүние жасап жатқан. Біз соларды таныстырып отырамыз. Сосын оны оқыған бала келесі бала ойлана бастайды. Яғни адам оқу арқылы идея пайда болады, ой пайда болады да. Мен мынаны неге істеп көрмес керек? Міндетті түрде ол журналистикаға бағытталып оқу емес ол жерде. Ол жерде мысалы балалар кез келген тақырыпты ары қарай алып кетсе дейсің. Мен балаларға айтатын едім, газетке жазған кезде материалдарыңызды ешкім ұрламасаңыздар, шынайы ақпарат жіберсеңіздер, өйткені өз оқиғаларын пост жасаңдар, сол қызығырақ болады. Қазіргі кезде сторителлинг бағытындағы материалдар өтімді. Кез келген үлкендер болсын, жастар болсын, балалар болсын, бәрі сол материалдарды оқығысы келіп тұрады. Мен оның жарқын мысалы өткенде бізде тәстүрлі байқауына қатысқан материалдардан көрдім. Сторителлинг бағытында біздің ата апамның әңгімесі деген бағытта әңгіме жаздырдық. Балалар өздерінің өмірінен әдемі әңгіме жазып шықты. Сондықтан да өз өмірлеріңізден әдемі дүниелерді жазсаңыздар. Сіздердің кейіпкерлеріңізді алса өзінің қажеті жоқ. Ол өзіңіздің айналаңызда сыныптастарыңыз, ауылдастарыңыз болуы мүмкін. Солардың да кейіпкер ретінде материалдар алып жазып жіберсеңіздер болады. Жалпы мен өзім қазір неге қуанып отырмын осы подкастқа келгеніме. Өйткені бұл подкастты жүргізіп отырған Айнұр Аңмамасова да ұланның жас тілшісі. Айнұрдың осындай өзінің бағытын тапқанына, өзінің осы подкаст саласына кәдімгідей еңбек сіңіріп жүргеніне қатты риза болып жүрмін. Өйткені көп адамдар 4 жыл оқып, мысалы өзінің кім болатынын білмей, өзінің нақты бағытын білмей шығатын студенттер болады. Ал сен қазірден өзіңнің бағытыңды нақтылап алдың, кім болатыныңды нақтылап алдың, өзіңнің салаңды тауып алдың. Бұл подкаст саласында әлі істелетін жұмыстар көп деп ойлаймын. Сенің де өзіңнің жақсы оқырманың, тыңдарманның, көрерменің қалыптасады деген ойдамын. Сондықтан біздің ұланның әрбір жас тілшісі болашақ Айнұр секілді болса екен деген тілегім бар, ниетім бар. Әрқайсысы ең жаман деген сендей осыны. Оған ренжіп қалма, бірақ сенің жетістігіне қарап мен ең жаманым сендей болса екен деп тілеп отырмын. Біздің жас тілшілердің бір жетістікке жеткенін көрсем, өзім кәдімгідей мақтанып, керемет біздің балалар осы нәрсеге жетіп жатыр деп айтып отырамын. Сондықтан да сенің осындай подкаст, Айжұр подкастының жақсы шығып жатқанына қуаныштымын. Дами бер, өсе бер, қызық мәселелер, тақырыптар көтеріле берсін. Айтқандарыңыз орындалсын. Осымен біздің подкастымыз тәмам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.